Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін сендермен әпке сабағымызды бастаймыз. Бастамас бұрын сендермен үш түрде амандасып алайық, иә қаны? Осы ц әрпінен қандай сөздер бар? Кім айтады? Цирк. Цирк. Жарайсың. Жақсы, микрофон айтса арқылы қандай сөздер? Цирк. Дұрыс айтады. Мотоцикл дегенде бар екен. Ал жарайсыңдар тағы? Цыпленок. Дұрыс, жарайсың. Цыпленок дегенде бар екен тағы. Жаңа қандай сөздер бар екен? Цемент дегенде бар екен. Жарайсыңдар балалар. Ал менің қолымдағы не екен балалар? Микрофон екен, я балалар. Микрофон дегенде бізге таныс емес әріп бар ма өтілмеген ішінде? Микрофон дегенде қандай әріпті өтпедік? Я, дұрыс айтасыңдар балалар. Міне, бүгін сендермен Ф дыбысымен танысады екенбіз. Ф дыбысы балалар, дауыссыз дыбыс екен, я? Енді Ф әрпін орнымыздан тұрып жасап көрейікші. Ф әрпін қалай жасасақ, біз Ф әрпіне ұқсаймыз. Я, былай жасап, ал жарайсыңдар. Дұрыс, міне, қолымызды бетіп тұрсақ, Ф әрпіне ұқсаймыз ба? Ұқсаққа? Ұқсадық, я? Ал отыра қойыңдар балалар. Ондай болса, тыңдап аламыз балалар. Мына жерде мен қандай түстерді қойып жатырмын? Көк және қызыл. Нені білдіреді екен ол? Дыбыстардың дауысты, дауыссыз екенін білдіреді екен, иә? Енді сөзді оқимыз да, астына осы түстер арқылы дыбысты талдау жасаймыз. Кім шығады? Шықпағандар бар ма тақтаға? Шықпаған. Шықпаған оқшы. Келе ғой, мазы келесінші, мазы. Келе ғой, кез келген сөзді оқыда. Қанды сөзді оқышы. Міне тұр ғой. Кафе. Ал дыбысты талдау жасайық астына. Қандай дыбыс екен? Өзі айтады, өзі кәселеп бағалайсың. Астына жасына. Көп, ал келесі қандай әр? Қандай дыбыс? Ол қандай дыбыс? Қандай дыбыс? Қызыл ол қандай дыбыс екен? Дауысты дыбыс екен. Ал келесі. Қандай әр? Қандай дыбыс? Қандай дыбыс ол? Дауыссыз. Айтып қойсек? Дауысты. Дұрыс, сосын? Қандай әр? Дауысты. Отырағы дұрыс па? Ал бағалап жүрейік, бәрін бағалап жүрейік. Дұрыс шапалық бете бағалап жатырайын балалар. Қызыл емес, айару, я шатасып жатсың. Бәріне дұрыс жауап берді, дұрыс айтадан келіспей жатыр, маңызды. Ал келесі сөзді кім оқиды? Келесі. Қатын бол. Келмай, оғын болды. Қандай дыбыс? Қандай дыбыс? Дауысты. Дыбысты айтады. Қандай әр? Қандай дыбыс? Қандай дыбыс? Дауысты. Келесі. Әріпті айтады. Дұрыс, дауысты. Ал дұрыс па, бағалар дұрыс па? Тексерейікші қаны. Бұлай тұрам. Жарайсыңдар, бағалап жатырған балалар. Жарайсыңдар. Ондай болатын болса? Ал енді шаршады, иә? Арасында сергіту сәтін орындап жіберейік. Мен қазір сендерге сурет көрсетем. Сол суретке қарап, сол жануардың немесе заттың
іс әрекеті қимылмен білдіреміз. Ал орнымыздан тұрайық барлығымыз, иә? Не екен бұл? Қоян. Ал іс әрекетпен көрсетейікші. Қоян солай қалқалқиып секіреді екен, жарайсыңдар. Ал мынау не екен келесі? Көмелек пән көмелек құсап шай, иә? Көмелек шай, мына әдемі бұл. Жарайсыңдар. Ал енді келесі не екен? Ағаш. Ал ағаш қандай болып отыр? Шайқалып отыр, әдемі болып, иә? Ал отыра қойыңдар, жарайсыңдар. Енді кім шығады? Бұл кісілерге буын берілген буындардан сөздер құрау керек. Кел, аяғыңмен баршаң келе ғой. Ұстап көмектесе ғой. Оқи ғой. Қатты айтамыз. Дұрыс, тағы. Табиғат, дұрыс, тағы. Иә. Сана, жарайсыңдар. Ал бағалап жіберейік екінші топты. Қан бағалап жіберейік екінші топты. Басқармаға түсімен, иә? Ал жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Жұмыстарын қорғайды кезек-кезек қаны тыңдап отырамыз әр топты, иә? Сосын жаңағындай бағалаған кезде балалар басқармаға түсімен бағалаймыз. Басқармаға түс қалай бағаланады? Міне, егер де жақсы жауап берген болса, төбеге қарай былай көтереміз. Орташа жауап берсе былай, егер де жауап бере алмай қалса, ұнамаса, былай қаске қарай, иә? Түсіндік пе? Ал басқармаға түсі арқылы қасына келе ғой, көмектесіп тұрасың. Ал айта қойыңдар. Бұл топқа әріптер берілген еді. Әріптерден бұл кісілер сөз бар. Жарайсыңдар. Ал қандай әріп біліңіз? К. Ал қыдан келіп қандай сөздер біліңіз? Кофе деген сөз бар. Жарайсың. Тағы келесі әріп қандай? О деген әріп. Қандай сөз бар? О әріпте бар. Орында жарайсың. Ал келесі? Сендер әріп өзі. Фотоаппарат, футбол, жарайсың. Тоғы көмектесіп жатыр. Ал тағы? Қандай әріп? Медина, еден қандай сөз бар? Тез жауап береміз. Едік, жарайсың болса. Жарайсың. Ал топты бағаласпайықшы, қалай жауап берді? Басқармаға айтысымен. Ал қалай жауап берді? Орташа жауап берді ма не? Қалай жауап берді? Отыра қойыңыз, жарайсыңдар. Әр топқа тапсырма беріледі. Осы тапсырмаларды орындаймыз, мұқият тыңдағаныз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Жұмыстарымызды осы постерге жабыстырамыз. Әр меселеге тапсырма береміз. Бірінші топқа әріптерден сөздер айтасыңдар, түсіндік па? Әріптер жабыстырып, сол әріптерден сөздер айтасың. Жел марқын жабыстырамыз, желмен жабыстырамыз. Сендерге буындардан сөздер ұрайсыңдар. Сендерге сөздерден сөйлем құрайсыңдар. Ортаға қойып, міне сөздер берген, осы сөздерден сөйлем құрайсыңдар, иә? Ал. Оқылаңдар, бірінші сөздерді оқылаңдар, сөйлем құрандар осы сөздермен, жарай ма? Ал енді сендер әріптерді ортаға қойыңдар. Желі бар ма? Сол желімен жабыстырасыңдар. Мына жерге сосын әріптерден сөздер айтасыңдар. Қан алыңыз сабақты. Қалай меңгердік алуға әріптерді көрейікші бар. Сөздер құраймыз буындарды. Желімен жабыстырыңдар. Кері байланыс. Бүгін сабақты егерде түсініп, тамаша түсіндім дейтін болса, тамаша дегеннің қасына белгісін қоямыз, иә? Егерде мен онша түсінбедім дегендер, орташа дегеннің. Ал егер маған сабақ мүлдем ұнамады дейтіндер болса, онда аяқ, ал жарайсыңдар. Біреу ғана белгілейміз, иә балалар, иә? Оқып алып, иә? Ал кері байланыс, атымыз жазып қоямыз. Аттарын міндетті түрде жазып қойдар, мен кімдікі екенін білмей қалмайын. Тоқтап